Йоу. Бәріне сәлем, менің даусым естіліп тұр ма сіздерге? Сіздерден фидбэк күтеміз. Фидбэк дегенім ше. Қазір тексеріп жіберейін. Менің Twitch каналыма өзім кіріп. Менің даусым естіліп тұр ма? Қалайсыздар? Сәлем, Twitch, көңілге қалай? Менің Twitch'ім қазір эфире дейді қазір. Эфире дейді қазір. Я естіліп тұр ма? Эфире дейді қазір. Я естіліп тұр ма? Эфире дейді қазір. Я естіліп тұр ма? Ойбай, не деген күлкімін оғандай? Кинодағыдай. Ойбай, не деген күлкімін оғандай? Кинодағыдай. Сейчас я. Жүрейін. Артық заттарды алайық мына жаққа қарай. Хоп. Просто қосылып тұра берсін, ә? Так, түсіндірейін. Кішігірім сіздерге студияны алдындағыдан кейін көрсеткен жоқпын. Міне менің студиямның дәл қазіргі жағдайы. Қазір 70-80%-ға бітіп тұр. Мен мынаны қиратып алдым. Дұрыстаймыз оны. Так, мына жерде менің осындай бір ойыншығым бар өзімнің сатып алған. Мынау Алия, мынау Айға қараптың диск, платиновый диск. Мынау менің ютубым 100 000 оқырман болғанына ютуб маған сыйлады. Айтпақшы, ютуб демекші. Міне, осындай көрдіңіздер ғой. Мынау біз тастайды пока көрсетпейміз. Атын айтадым ше. Не айтып отыр едім? Айтпақшы, YouTube демекші, бүгін немесе кеше менің YouTube каналым 500 000 оқырманға жетті. 500 000 деген ол 500 000, өздеріңіз білесіздер. Ол деген YouTube'та өте бір үлкен көрсеткіш. Сіздерге сол үшін рахмет айтамын, осы Twitch'імді пайдалана отыра барлық мен тыңдармандарыма, көрермендеріме. Тағы да не айтайын дедім. Бұйырса біз менің ендігі бір мақсатым ютубымдағы оқырмандар санын 1 миллионға жеткізу, және де ютубтың золотой кнопкасын алу керек. Кнопка алғым келіп тұр. Сол менің қазір жағдайым жақсы, шүкір, Алматыдамын. Басқа не айтам? Қазір чатты қосып қойын ше, мына аяқтан. Чатты компьютерден қосып қойын. Хорошо? Мен жағдайым жақсы, шүкір, өзімді жақсы сезініп тұрмын. Так, такси қашан? Такси бұйырса осы аптада шығу керек. Сол үшін қазір кішігірім клипта. Бірақ клип маған шыны керек өзіме үзінділерін көргеннен қатты ұнап тұр. Себебі бір басқаша бір заттар қосылды ішіне. Бұйырса сіздер көресіздер. Менің өзіме қазір ұнап тұр. Тағы да бір сіздерге шығару үшін клипімді әлі де жақсылап жұмыс жасау керекпіз. Мені білесіздер, тез арада шығару деген ол мен емеспін. Менің негізі атымды ұзақ деп қойғысы келген ғой, мен барлығын ұзақпын да. Менің атымды ұзақ деп қойғысы келген негізі. Бәрін ұзақ жасаймын. Әнді де ұзақ жазам, клипті де ұзақ, бірақ барынша көңілден шығатындай қылып жасағым келеді. Сол себептен бұйырса осы аптаның соңына дейін сіздерге такси әнін бейнебаянмен бірге жолдаймыз деген ойдамын. Соған ниеттенемін. Тағы не айтсам болады? Такси клип бейнебаян жайлы соңғы жаңалықтардан бейнебаян өте бір кішігірім менің съемкалардың ішіндегі осы
кішкене маған қиындау ұзақ түскені, және де ол жердегі қаражаты, бюджет кішкене алдыңғы клиптардан ең қымбаты сол бейнебаян болып тұр әзірге. Солай. Басқа мен қазір чаттағы сұрақта. Мен даусым естіліп тұр ма? Давай мен былай қоя салайын. Мен даусым естіліп тұр ма? Давай. Әдемі. Чатты оқиық. Естілмей тұр. Неге? Мен мына жерде естіліп тұрды. Естіліп тұр. Және де, айтпақшы өзімнің енді көп сөйлеп кетті деп ойламаңыздар. Себебі біраз болды Twitch-қа шықпағаныма. Және де қазір адам саны көбейген сайын қызық болады деген ойдамын. Қазір алдағы уақытта менде альбомды жарыққа шығару мақсатым. Және де Армандағы концертімді жасау. Өте үлкен армандарымның бірі. Ол концерт, себебі алдыңғы жылғыдан өзге концерттерге ұқсамайды. Сол концертті қазір жасау үшін қатты ойланып жүрмін, және де сол үшін мен қазір қатты азып кеттім. Шынымен қазір мен қатты салмақ тастап жібердім. Бірақ ол жақсы. Процесс қызық маған. Мен қазір соны түсіндім. Маған қазір жұмыстан кайф алуды түсінген сияқтымын. Солай өзіме ұнайды. Мысалы, 2-3 күндеп съемка жасау, 2-3 күндеп тоқтамай бір ән жазу, білмеймін. Өте қатты соның несіне кіріп алдым. Қазір енді бірақ соңғы 3 күн, 2 күн дым жасамай тек қана студияда бүйтіп қарап, кішкене ойланып отырдым. Тағы да қандай сұрақтар бар? Мен телефонымның зарядкасы аяқталды. Мен что-то мәнерлеп сөйлейтін болыппын. Неге? Бұның сыры неде? Неге? Ей, тесігі қайтына. Тамақ іштің ба дейді. Тамақ ішкен жоқпын, қазір бір кофе ішіп алдым. Бүгіндікке бір мезгіл тамақ іштім. Сол мен жүрмін. Бұйырса мен айтпақшы соңғы тағы да бір жаңалықтар. Мен Қытай еліне бара жатырмын концертпен. Енді ол жерде сольный концерт емес, жеке, бірақ сол жақтағы тыңдармандарымды Тарбағатайда күтетін боламын. Егер сіз осы эфирді көріп отырсаңыздар, мен Тарбағатайға концертпен бара жатырмын. Тағы да қандай жаңалықтар бар менде? Тағы да білмеймін. Енді есіме түскені осы. Айтпақшы, тағы да бір жаңалық. Бүгін қандай күн? Бүгін 25-і. Жауап бар ма? Ровно бір ай 3 күн бұрын жарыққа шыққан, 22-сіне, июньнің. Және де бір айдың ішінде 15 миллион қаралымға уже аз қалдық. Бір 100 мың қаралым ғана қалды. 100 мың қаралымнан кейін бұйырса бір айда 15 миллион қаралым жинаған болып есептелеміз. Бұл деген өте біз үшін көп көрсеткіш. Бұл өте жақсы көрсеткіш. Жақсы деген міне осылай нелер болатын болса, уровень деген қалай айтады? Жақсыдан жоғары өте керемет көрсеткіш. Себебі осы әнді өзім қатты қобалжыдым. Себебі менің альбомдағы бірінші әнім болғаннан кейін қалай болады екен деп мен оны өзімнің телеграмыма да бөліскен болатынмын. Өзімнің ішкі состояниемді және де біз үшін рекорд десе дейді. Енді мен білмеймін, ол рекорд емес, бірақ біздің осы қазақ әндерінің ішінде сіздерге шынымен де алғыс айтамын. Менің YouTube каналымда өте қатты қаралым жинаған бейне баян болды. Не дейді, привет, хочу предложить продвижение вашего канала. Зрители, фолловеры, нет, это ж не дейді, но. В ваших руках, спасибо.
мен что-то тез жүргеннен оқи алмай что-то жақсы сөйлеп отырған сияқтымын, ұнап отыр маған, жақсы сөйлеп отырмын, иә, жақсы, молодец. Бұйырса сатылым жасаймыз. Оверсайз дейді. Жақсы, базовый. Оверсайз жақсы. Мен өзімде көп киіп кеттім оверсайз негізі. Бірақ қазір кішкене ондай киіп жүрген жоқпын. Так, чат тез жазып өтіп жатыр да. Турцияға барсаң от болайын деп тұр ғой дей ма? Ол да бар планда. Түркияға бару. Так. Айтпақшы, мынау менің үстімдегі Қазақ Репаблик. Білетін шығарсыздар. Маған осындай сыйлады. Рахмет сіздерге. Осы эфирді пайдаланып айтып кетейін. Шынымен күшті. Осы ұнады маған қатты. Тағы да күшті заттар ерді маған сыйлады. Так. Так. Нелер қатты. Қара цветте дейді. Жақсы, иә, базовый мен де қалаймын, қара. Кешірім сұраймын. Бомбер сияқты дейді. Куртка шығаршы дейді. Samsung'тың не дейді? Samsung'тың рекламасында жүр өзі дейді. Рахмет. Я, менің үлкен осы карьерамдағы үлкен рекламаларының бірі. Партнерский реклама. Я, Samsung'қа да рахмет. Samsung'қа рахмет. Сіздер маған сенгендеріңізге. Не дейді? Фотобук. Жақсы идея. Я, ондай болады бұйырса. Фотобук дей ма оны не? Бірақ мен түсіндім қандай зат екен. Фотобудка ма или ол типа. Короче, мен түсіндім, я, суретке түсетін орын, және суретке түсіп шығарып беретін. Я, және де не болады? Оның бәрін бірақ айтпай қойыншы, бұйырса. Не дейді? Мынау чатты оқу невозможно болып жатыр, себебі өте тез қимылдап жатыр. Қазақ Репабликпен коллаб. Мүмкін. Бәрі мүмкін. Тағы да қандай? Настройка қарап істеп көрсін, мен түсінбеймін қатты Twitch'ті. Кішкене, бірақ мен мынау телефоннан қарағанда мына жақта кішкене қатып көрсетеді екен, мен ноуттан қарап отыр едім. Андай кішкене качествосы бұзарлай ма? Өмірден бәрі мүмкін дейді. Бәрі мүмкін, Медленный қылып дұрыстау керек. Оны қалай жасайды? Медленный режим. Басып қойдым медленный режимді. Все, тауып алдым. Маған не болды? Бұлдырлап тұр дей ма? Я, енді кешірім сұраймын. Наклейка, стикер пак. Я. Бұйырса. Болады. Молодец. Рахмет, Аружан, сізге. Сіз модерсіз ба сонда? Жаныңызда не шығып тұр? Әлде, білмеймін. Қалай? Ей! Қайттан тез жазылып кетті ғой. Әлде көп жазып жатыр ма? Ойбай, тез болып кетті. Чехол дейді. Мүмкін. 16 теңге тұрады дейсің. Мүмкін, мен білмейді екенмін.
ауырып отырсыз ба? Жоқ, негізі қатып жатыр. Мен жоқ, қатып жатқан жоқ, мен қарап отырмын ноуттан. Медленный режим қайда кетті? Пользователи могут отправлять сообщение раз в 120 секунд дейді. Тағы да қараш режимді. Кепка садыр дейді. Мүмкін. Қандай телефон ұстайсыз? Samsung! Ол талқыланбайды. Samsung! Samsung Z Fold 6. Samsung Z Fold 6. Және де осыны нарезка жасап, салып қойыңыздар, мен репост жасайын осы жерін. Samsung Z Fold 6. Samsung Z Fold 6. Звук. Эй. Тамаша отырып қой, кәні звук. Samsung Galaxy Z Fold 6. Мен осы жылғы менің ұстайтын телефоным деп отырмын, себебі шыны керек, мен сол нені қарадым. Ол андай творческий адамдарға, кішкене мен сияқты адамдарға кішкене өте ыңғайлы. Себебі мен қара, бір мысалы ән жазып алам, оны маған текстін шығарып береді. Тағы не, сурет салам, искусственный интеллект маған обложкаға, сондай көп идеяларға жақсы екен. Отағасы сәл қатып жатқаны бар дейді. Естейм. Twitch реклама керек емес. Что, Twitch'та ондай айтуға болмай ма не? Олар түсініп қоя ма не мен? Реклама емес бұл. Бұл просто әңгіме. Twitch. Тәке? Қойыңыз ондайды. Бұл реклама емес. Сіз қалай оны реклама деп ойлап тұрсыз? Twitch әке? Так, қандай вот міне. Samsung жайлы әңгіме осылай. Тісіңізде лайнері ма? Я. Себебі мен осылай көрінбей тұрған ұнайды маған. Маған ұнамайды. Эфирге көбірек кіріңізші. Бірақ мен барынша тырысам, бірақтан да осылай арасында кішкене әңгіме, жаңалық жиналған кезде кіргенде кішкене қызық сияқты. Себебі бос әңгіме айтып отырғаннан гөрі кішкене жаңалықтармен бөлісіп, обсуждать етіп. Өзіне өтті, главный түсінген жоқпын. Нені? Қайырлы түн дейді, қайырлы түн, ұйықтаңыз. Мен әзірге отырамын біраз уақыт. Альбом шыға ма? Бұйырса 42-ге дейін үлгеру керекпіз, барлығын жасап. Мен білесіздер, бағана алдын айтып өткендей ұзақпын. Әнді ұзақ жазам, бейнебаян ұзақ, текст ұзақ, бәрі ұзақ. Неге ұзақ десеңіздер, білмеймін, өзім солайым, маған ыңғайлы. Өзіме қатты ұнағанға дейін жасай берем. Не дейді? Міне, мерш жайлы әңгіме бітті. Мен айтып өттім сіздерге, енді сіздерден мен идеяларыңызды күтем. Және де такси. Қазірге соңғы бұйырса күтіліп отырған жаңалық, ол такси. Біздің командаға, және біздің тыңдармандарға такси. Шоппер дейді. Шоппер болу керек, түсіндім мен шоппер деген. Түсіндім. Панама дейді. Панама мүмкін
болады егерде панама киюшілер. Мен бірақ өмірде осы соңғы уақытта панама киіп бастадым. Мен осыған дейін кимегем. Кигем, бірақ өмірде киіп жүрмедім. Бірақ маған ұнап қалды, себебі өзінің несі бар екен. Қызық. Не дейді түсінбедім. Садрадин тимға кім болып жұмысқа кірсек болады? Білмедім, мәссаған. Негізі болады. Футболка дейді, я. Футболка ол әрине болу керек. Базовый заттар. Тамақ саған қарап отырайық. Мәссаған, мына жерде тамақ жоқ та, қазір мен жанымда. Түшкірім. Түшкірмейдім оны. Запись экранада дауыс естілмейді. Неге? Запись экранада дауыс естілмейді. Неге? Запись экранада дауыс естілмейді. Неге? Естілу керек, білмеймін. Ол проблеманы. Дауысы нормально. Эфир ұзақ бола ма? Сағат қазір қанша болды? Сағат 10:30 болды. 11:30-ға дейін отыруға болады, егерде қызық болып жатса сіздерге. Уақытым бар соғанға дейін. Биыл тур бола ма? Биыл тур болмайды ма деген ойдамын. Себебі бар оның. Осы жерде андай өлең кетеді. Бірақ сіздер қорықпаңыздар, тур болмайды деп. Біз алдыңғы жылы енді турға шықтық, бірақ жыл сайын турға шыға беруде мен үшін қатты қызық емес, себебі аса айтарлық әндермен шыққым келеді, жаңалықтармен. Бірақ сіздер қорықпаңыздар, тур мүмкін болады. Мүмкін біздің жаңалығымыз көп шығып жатса. Бірақ турдың орнына қазір бізде бір отырып сіздерге өзімнің биімді билеп берсем деп отырмын. Билейміз ба? Неге андай тыр-тыр қалды? Шын айдам ғашықпын көзіңнің қарасын, көзіңнің қарасын. Сағынуға кім шыдар, ойлағанның бәрі шығар, жолығатын күн бар ма, төзімімде таусылып, жүрегіме жаздым сенің атыңды, қарашы мені жазған хатымды, жанымда жүр жаным жатса да, сөзіме жауап бар ма, шын айтам ғашықпын көзіңнің қарасына, менімен қал десем қасымда қаласың ба, дес. Қатып жатыр. Невозможно қату, себебі мен өзім мені қарап отырмын, өзім алдымда, міне. Невозможно қату, себебі мен өзім мені қарап отырмын, өзім алдымда, міне. Невозможно қату, себебі мен өзім мені қарап отырмын, өзім алдымда, міне. Так, деп қоясың. Содан кейінгі тағы да бір мені қуантқан жаңалық, оны сіздермен бөліспесем болмайды. Оны мен осыған дейін телеграмға бірдеңе айтқым келді, бірақ андай қалай айтам, кішкене ыңғайсыздау бола ма дедім, бірақ осы жерде ашық айтып отырғаннан кейін айтайын. Қазір мен сіздерге оны көрсетейін. Және де жауап барманың олай көп қаралым жинап кету себебі ол біздің шетелден қаралым түсті біздің YouTube арнамызда. Сол бейнебаянды шетелдік көрермендер көруіне байланысты. Қателеспесем, бейнебаянның 10 миллиондай просмотр
қаралым ол осы біздің Қазақстаннан келген. Қалған 5 миллион ол шет елдерден. Ол яғни айтатын болсақ, оның ішінде бар ең алдымен ең көп ол Түркия елінде, және де Иран, қателеспесем, содан кейін Қырғызстан, Өзбекстан, сол елдерден жиналды қаралым. Оған ол қалай ол кісілерге ұнады десеңіздер, менің түсінгенім бойынша ол кісілер біздің тілдеріміз ұқсас, және де шын айдам ғашықпын көзіңнің қарасына, көзіңнің қарасына, көзіңнің қарасына, ай деген моментті ол кісілер түсінген екен. Және де мен сіздерге қазір сол жайлы оқып берейін YouTube комментариялардан. Мені шынымен қатты қуантты сол деген. Ол маған барлық заттың мүмкін екеніне көзім жеткізді. Тағы да бір рет қазір мен андай неге мәдениетті болып отырмын? Кофе ішкенім бар еді да, мәдениетті болып отырмын да. Уже міне. Міне, қараңыздар. 501 мың оқырман YouTube'ымда. Міне, жауап бар ма? 14 миллион бірдемсе болып тұр қазір. Қанша болып тұр? 14 миллион 988 мың 12 мың қаралымнан кейін 15 миллионға жетеміз. Яғни бір ай өтті бұл әннің шыққанына. Бір ай 3 күнде ол деген сіздерге айтайын. Қатты мені қуантқан жағдайдың бірі. 94 мың лайк. Және де мен сіздерге оқып берейін. Жай қосып қойын. Өшіре салайын. Міне. Сіздерге де ұнады деген ойдамын. Мінекей. Қазір комментарийларды оқитын болсақ, просто осылай оқиық. Міне, нормалды үйрім ярмары açıkını Türkiye'den salamlar. Salamlar. Din kerederen çünkü Kazak Türkçe çok güzel bir şarkı olmuş Türkiye'den дейді. Міне, қараңыздар. Осындай, міне, Türkçe. Міне, Türkçe дейді. Türkçe salam. Міне, және де қазір міне. Түркше өте көп, міне, Әзербайжаннан қараған. Түркше, Өзбекстан, түркше, міне, ең көп бірақ мен байқағаным түркше комментарий, және де Ирак па, сол елдер, короче. Сол жақтардан, көрсетем. Қатысып кеттім. Сол жақтардан міне түркше дейді, тағы да жіберді. Міне клип зор дейді. Crash me everything, I hope things work out дейді. Thank you. Міне. Анау, короче. Бәріне рахмет. Және мен мына жерде білмеймін андай не шығып тұрған жоқ, перевод деген. Және де мен осы сәтті пайдалана отырып сіздерге өзімнің биімді билеп берсем деп отырмын. Билейміз ба? Неге андай тыр қалды? Шын айдам ғашықпын көзіңнің қарасына, көзіңнің қарасына. Сағынуға кім шыдар, ойлағанның бәрі шығар, жолығатын күн бар ма? Төзімімде таусылып, жүрегіме жаздым сенің атыңды, қарашы мені жазған хатымды, жанымда жүр жанымның жақсада, сөзіме жауап бар ма? Сөзіме жауап бар ма? Шын айтам ғашықпын көзіңнің қарасына, көзіңнің қарасына. Менімен қал десем қасымда қаласың ба? Осылай. Міне. 881 адам отыр екен. Не биледім көрек? Уже көре алмаймын да.
Енді таксиді көрулеріңізге аз қалды. Қандай сұрақтар бар? Білейін, осындай кезде қатады. Енді мен білмеймін оны неге қатады. Мүмкін мен де қатып тұрған жоқ бірақ. Қатып жатыр дейді. Мәссаған. Когда в США дейді. Баруға болады негізі. Баратын шығармыз осы жыл. Сұрақтар. Отағасы 600 мың жинады сенің аэропорттағы видеоң. Қандай? Түсінген жоқпын. Такси деген қандай ән? Такси деген жаңа ән. Жолығатын күндерім ай. Бүгін бір берекелі эфир болады сияқты. Қазір менде уақыт бар, кішігірім. Соғанға дейін отыра аламын. Демалу керек сияқты, шаршап жүр. Бірақ ол да бар. Себебі түрімден сәл көрініп тұр. Қырғызстанға қашан? Мүмкін осы жылы, мен әзірге білмеймін. Ждем в США дейді. Все. Hello everyone, I am Sadradin, I am singer in Kazakhstan. I am 21 years. Yes. Тамақпен зор кетеді эфир. Все, ас болсын сізге. Тарбағатай қай жерде? Ол Қытайда. Жолығатын күндерің ай, төзімімде таусылар. Совместный эфирді қалай жасайды екен осы неде? Білмейді ма? Білмейсіздер ма? Негізі камерамен кеше түнде жасайын дедім да эфир, бірақ кеш болып кетті ғой дедім да. Мен өзімде қазір камера жоқ, мен ол операторда. Сондықтан оны күткенше мен телефоннан кіріп жасай берейін дедім. Ақтауға жақында ғана бардық. Так. Алматыда концерт бола ма? Бұйырса, Алла қаласа, осы күзде бізде үлкен бір концертті жоспарлап отырған жайымыз бар. Ол концертке бірақ өте көп қаражат кетеді, өте көп күш кетеді. Соны ойлап жүрген жайым бар. Жаңа не деді, мына жерде мерч туралы әңгіме болды. Мерч шыға ма дедім ма? Таппай қалдым. Мерч шығады бұйырса, бірақ бүгін ғана сол сұрақпен сөйлескен болатынбыз. Ақылдасып бәріміз. Барынша енді жақсы қылып жасауға тырысамыз, себебі бізде әр жыл сайын өзіміздің нелерімізден үйреніп келе жатырмыз, опыт, тәжірибе бойынша. Бірақ сіздерге қазір сол ой келіп тұр маған, мерчтардан қандай стильде жасағанымыз дұрыс. Сіздер маған соны, маған инстаграмға жіберсеңіздер, мен қарайтын боламын. Күшті варианттар жіберсеңіздер. Солай. Және де концерт. Живительной силы питаешь меня, читай между строчек. И ты поймешь, по ком плачет струна. Я долгие ночи искал вдохновение, вот и пришла. Любовь таит точи, мой способ жизнь в твоем сердце всегда. Ты мой источник живительной силы, питаешь меня, читай между строчек. Мына ән ғой. Кайф, маған ұнайды. Қазір баяғыда тыңдағам, қазір қайттан тыңдап жүрмін соның бәрі. Айтып берейін ба?
ночью мне проще писать. О чудеса, ты в роще леса, как тебя еще описать? Я делаю 3, в ответ ты делаешь шаг. Ты делаешь шаг, но как бы еле дышать. Устала без искры, не скрывая скепсис. Устала быть искренне, это в 20 с чем-то. Меня задевает твое равнодушие, детка. Начинаю думать, что чувств никаких нет. Знаю, что ты видишь мои сообщения. Хоть что-нибудь ответь мне, я не верю, что любви в тебе нет. Я редко вру, знаешь мои ощущения. Ты слышала все сплетни, это то, что не можешь терпеть. Несложно притвориться равнодушным днем, но душной ночью это совсем другая история. Может, не будем ждать, пока сама грусть пройдет. Тебе ведь грустно тоже, брось, лукавить не стоит. Видимо, счастье там, где нас нет. Видимо, любим мы с тобой по-разному. Брошены розы прямо на снег. Обещания оказались просто фразами. Видимо, счастье там, где нас нет. Серые тучи легли мне на спину. Если сможешь ты мне ответь, зачем в игру любовь ты меня втянула? У меня Пару вопросов. Ей. Любовь, ну что же ты Наделала, Чему ты нас не привела, Как же слепо в тебя верил я. Что в итоге ты нас не предала? Ты обещала радости сады нам, свободу ветра И тепло июля. за себя, за нее обидно. Ведь заветных слов так мне не скажу я. Ясный день, Сменят грозы тучи, каждый день. время просто учит Расплатить за все свои ошибки. Если чувства нас с тобой И блин, за равнодушным ну, ночью, это совсем другая история. пока сама Кровь пройдет. грустно тоже брось, лукавить не стоит. Видимо, счастье там, где нас нет. Видимо, любим мы с тобой по-разному. Брошены розы Прямо на снег. Обещания оказались просто фразами. Видимо, счастье там, где нас нет. серые тучи Легли мне на спину. Осындай мұңлы ән. Біз эфирдің соңына келіп қалған сияқтымыз, себебі мен де кішкене шаршаған сияқтымын. 50 минут отырыппыз. Сол? Не істейін? Шығарайын ме? Дұрыс демалыңыз дейді, иә? Дұрыс. Олай болса, эфирдің соңын бір көңілді нотада аяқтайық. Менімен бірге болған барлығына рахмет. Ал көре алмай қалған жандар болса, келесіде кіруге тырысыңыздар. Сіздерді күтеміз. Так, дұрыстап айтайын, иә? Ей. Менімен бірге эфирда болған бәріне рахмет. Сіздермен бірге болған Садрадин. Барлығыңызды рахмет. Жақсы көреміз сіздерді. Аман болыңыздар, бақытты болыңыздар. Сау болыңыздар. Видимо, счастье там, где нас нет.